Саламатсыздар ма, құрметті ауыл тұрғындары, қадірменді жиын қатысушылар. Бүгінгі жиынымыздың күн тәртібінде бір мәселе. Көптен бері осы ауыл тұрғындарының, ауыл ақсақалдарының, ауыл азаматшаларының сұранысы бойынша жастар стадионын меншікке алу мәселесі шешім тапты. Жаңағы жастар стадионын кеңес дәуірінен бастап қолданған кезде осы Салбакент ауылы өзіміздің Қарашығанақ аудан орталығы болған. Сол кезде тартылғаннан бастап сол жеке меншікке сатылып қолдануға кетіп қараусыз қалып, қазір жағдайы біз барып осы жерде қайдан барып көрдік. Жағдайы өте нашар, жарайды жоқ, орналасқан жері даже жолдарына дейін толып жеткен, ішіне талай еккен, мал ұстаған, өрт еткен мәселемен басқа мақсатта пайда кеткен болатын. Сол алу бойынша бұл маға дейін әкімдерге бұға дейін біраз шешім таппай келген болатын. Былтыр осы Қазақсода компаниясы бізге жұмысқа келгенде осы алғашқы сапарында Рамазан деген сол жердегі нәпсі директоры осы кісіге ұсыныс берген болатын. Сен енді осы Салбакенттің жерінен, Саршалардың жерінің жер асты қойнауға байланғаннан кейін біз елге де бір көзге құрамыз керек. Елдің мұнға жылы ежелгі жағдай болады. Сол үшін де бұл мәселе осы стадион, жастар стадионының ауылдағы жастарды сол стадионмен қуантуымыз керек. Соның шешімін тауып берсек деп бұл кісіге өтініш жасап едік. Бұл кісі бірден мақұл демеді. Енді басында нелеріміз бар, басшыларымыз бар. Сол басшыларымызға сөйтіп нәтижесінде бұл кісілер осы субареждік мекеме Қытайлар келіп қазір завод жобасы ғой. Сол Қытайлармен өздері арасында келісімшарт жасап бізге сататын болды. 5 миллионға береді деп өзге айтқан маған. Бұның алдындағы әкімдермен де 5 миллионға келісім бар екен. 5 миллионға беріп осы кейін айында мен алып осы мүшелер жетті кәсіпкерлер менен 8 миллион сұрап жатыр. Маған бере алады. Мен оған берген жоқ. 8 миллион береді. Жақсы, 18 миллион көтерілді. Одан кейін келді, бұл кісі әлі тұрмайды, 11 миллион теңге деді. Мен берем маған сол деді. Содан кейін ол кісіге былай шарт қойдым. Ертең 11 миллион теңге берсең бердім, бермесең біз кісіге соғамыз. Жаңағы уже осы өзінің елмен келіскен болып, сол 11 миллион келісті. Сол бағаны біз баға құнын ұсындық. Кімдерге жаңағы Қазақсода өздерінің жаңағы компаниялармен Қытайдан келген субподрядтары, оның ішінде мынау Чанлей деген азаматпен жұмыс жасады. Чанлей деген азамат. Сол кісілер келді. Сөйтіп осы жерде Бесал Қарияның ұмытқан кімдер барған ауыл әкімінің жинақтысы апарып көрсеткізіп, осы жерден мойындатқызып, бұл кісілер апеллеміз деп кеткен болатын. Сол шешім, сол бүгінгі күнгі шешім қалып отыр. Құрметті ауыл тұрғындары, бұл жаңа азамат келіп тұр. Ол азаматтарға рахмет. Жеке кәсіпкерлік сатамын деп біраз не қылды. Басқа бөлімдер, басқа үй соғамын, басқа не жасаймын деп айтты. Біз оған айттық, сен елдің алысынан стадионға келіп тұрған өлімі керек. Жоқтан қасып, жартасы орталығында бір стадион бар, оның өзі Космосаттың жерінде. Біздің Салбакент ауылы аяғымызда Қарашығанақ ортасында жылу деген дұрыс қабылдап, сол нәтиже бүгінгі шешім тапты. Енді бұл жерде жалпы екінші көптен бері шешім таппай жүрген мынау Қазбиопродуктың берілген 2 жарым гектар жері кері қайтару бойынша біраз жыл болды. Қайтару мал жайылымы қалды деген ұсыныс білдірген болатын. Мысалы ақсақалдар ол да шешім тапты. Оны да біз қайтардық 2 жарым гектар жерді әрі өзінің тиесілі елді мекендеріне бөліп бердік. Бұл да өзі шешім тауып отыр. Одан кейін ауыл әкіміне де бірқатар жұмыстар тапсырма бізге өтінім берді. Ол осы ауыл тұрғындары бойынша ауылдың орталық алаңдарынан, орталық жерлерде мешіттің жанындағы стадионды, кіші стадион жөндеу. Қашқынбай мектептің алдынан балаларға спорт ойынға жасап сол мәселелер шешім тапты. Ол әкімдіктің жұмыстар жүргізіп жатыр. Салбакент ауылына кіреберіс жолдың бойын бәрін жарықтандыру, безендіру жұмыстарына қаржы бөлдік. Оны да ауыл әкімдігінің жұмыс жасап жатыр.
одан кейін кіреберістегі біздің саудагерлік деген арқамыздың өзі қазір тозығы жетіп тұрған сияқты. Ол біз басқа бір үйге жөндеу жұмыстарын, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Оған да ауыл әкіміне тапсырма бердім. Ол енді қайда елге барсақ та, орасында кіреберісіне адам кірген кезде қандай әсер алады, сол әсермен кетеді ғой. Сол саудагер ауылына кіреберіс жолдарын бәрін соңғы үлгідегі жартас қаласын қазір жасап отырмыз ғой. Қазірдан келетін жақ, қазірдан келетін ешкімге келетін жақ. Сондай резерві жұмыстарын осы ауыл әкіміне тапсырма бердім. Қаржысы қойылды, орнатылып жатыр. Ол да осының мен ішінде жасалатын болады. Өрлердің арасындағы жаңа қоршауларда ол жұмыстарда мен ішінде болады. Алдағы шидай айында есеп береміз. Халықтың кезе бойынша сол кезде қосымша тағы да тоқталып кетеміз. Журналистерге бұл уақытыңызды алмай, бұл күн тәртібі мәселе бойынша сіздер жинап жатқанымыз Казахстанның компанияның директоры, атқарушы директоры Рамазанға, жаңағы Чанглей мырзаға біз рахметімізді айтуымыз керек. Қазір Соқали шегелер. Енді басқа газ мәселесі шешілу керек деп күтіп отырмыз. Қапшасы болса, газда 2 жылдың ішінде. 今天很感动，看到这么热的天气，这个屋子里面作为中国人，我内心非常激动。 Сегодня очень рад, что вот такое погода, очень жаркая погода. Вы все присутствовали в это мероприятие. Я очень рад. 也非常感谢区长先生，非常感谢哈米尔和拉马善先生，在我们这个捐助过程中提供的帮助。 И еще раз благодарю за Агим Зарисский район, зам Агим Зарисский район и мистера Халил и мистера Рамазан за помощь в процедуре благотворительной помощи. 我们将一如既往的支持社区的体育的发展。 В будущем мы будем продолжать поддержать развитие в сфере спортивного и здравоохранения. 我们也希望将来中国的足球也能像哈萨克斯坦的足球水平一样，尽管现在还有很大的差距。 Я тоже надеюсь, что уровень китайского футбола тоже будет как казахский уровень в сфере футбола. 谢谢大家。 Спасибо вам. Саламатсыздар, құрметті Сарысу ауданының тұрғындары, мен есімім Рамазан. Бұл кісілер Сакен Бетіш 6 ай бұрын осы просьбамен обращаться еткен. Осында Салдыкет ауылында мынандай стадион бар. Сол кезде ол кісінің сөзін жерге тастамай, мына кісілерге ұсынғанбыз осындай стадион бар екен. Осыған көмек жәрдем жасасаңыз өте жақсы болатын еді. Бұл негізі алдын ала бірінші бастама, бұйырса заводымыз іске қосылғаннан кейін, завод ақша тапқаннан кейін біз одан да жақсы жәрдем жасауға söz veреміз. Sizlerin aranızda olmaktan çok mutluyum ve birçoğunuz beni tanıyorsunuz. Birçok kez geldik, görüştük sizlerle. Сіздің алдыңызға келгенімізге өте қуаныштымыз. Кейбіреуіңіз мені танитын шығар, менің есімім Халил Бей дейді. Sayın Valimiz bize bu konuda ön ayak oldu ve bu spor kompleksini Çinli arkadaşlarımızla birlikte Samse şirketiyle beraber Baykanam'a kazandırmaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Осы құрметті әкім мырзамыз осындай ұсыныс жасағаннан кейін қытайлық партнерларымыз өзімізде осыған үлес қосқанымызға өте бақыттымыз. Hayırlı uğurlu olsun. Құтты болсын. Құрметті ауыл тұрғындары, рұқсат болса, осы ауылымыздың әкіміне сертификатты табыстауға рұқсат етіңіздер.
Чанли мырзаға шапан жапқымыз келіп отыр. Рахмет айтамын. Жақсы жағдайда осындай жиын өткізіп жатырмыз. Жаңа алдында аудан әкімі Сәкен Үмбетов айтып кетті ғой, былтыр осыдан 6 ай бұрын бұл стадионның алдында Рамазан бар, басқа да қариялар бар. Мына кісі қытайлық компанияның бастығы бір сөзінде тұрып бәтуаласқанбыз. Сонда 11 миллион сомға подрядчик істеп беремін деген. Бұл енді жаңа алдында айтылды ғой, көптен бері осы сол кеңес үкіметі кезінде бүкіл ауыл болып тегін асарлатып осы стадионды соққанбыз. Сөйтіп оны жақсылап әр совхоздың байқадам совхоздың есебінен 2 двухквартир соққанбыз. Спортивный несі болған, жаңағы залы болған, сөзде тұратын адамдар болған, бірақ кейін кеңес үкіметі құлдырап тарағаннан кейін сол уақытта әркімнің қолында кетті, лот ойнатты, тендер ойнатты, арзан бір бағаға алған стадионды кейін күтіп баптай мына деген әңгімелерге сенбеп кейін жаңағы Үмбетов айтып кетті ғой. Біреу огород етті, біреу қора жай салды, біреу жаңағыдай блок кірпіш құйды, соны тоздырып жіберген. Бұл енді жаңа Сәкеннің алдында көптеген әкімдер болып талпынды. Ол уақытта инвесторлар аз болды да, осы Сәкен Үмбетовтың бағына қарай бірнеше инвесторлар келіп осыны қолға алды. Сөйтіп бәтуаласты. Сонда Қазақстанда жаңағы Қытай компаниясы сұранысына тартқан екен. Соны бүгін результатын көріп отырмыз. Енді бұндағы жағдай не? Енді соны әлемелеп соған қадағалау керек. Мына ауыл әкімінің адамдары, тұрғындар, біз қариялар күнделікті басында болып соны сапалы соғылуына ықпал етуіміз керек. Тем более мына қариялар, бұлар көптеген қариялар бар, бұлардың ақыларымен жүзеге еш уақытта жауап болмайсыңдар. Енді мен ойлаймын, мына Қытай компаниясы жақсылап істеп беретін шығар, игілігімізге жаратайық, кейін тоздырмай, соны күтіп баптап, сол жерде біздің арамыздан Сарсолданның үлкен чемпиондар болсын, футболистер шықсын, жаңа айтып қалды ғой, қазақ футболы дамысын деп соған да үлесімізді қоса берейік. Сіздерге көп рахмет. Осыны жылдамдарды салып беруіңізге. Құрметті қалай, ассалаумағалейкум. Осы стадионда 7-8 жыл болды, әлеуметтік желіге салып та жүрдік. Көрсетіп те жүрдік. Талай республикалық телевидениyaның журналистерін шақырдық. Көтеріп жүрдік. Әр аудан әкімінің келгеніне байланысты хабар беріп тұрдық. Қарияларда да сол жерде сөйлеттік. Көптеген осырда отырған қариялар сол жерден эфирге шықты. Тіпті Алматыда бүкіл республикаға белгілі Базарбек Бақытжан деген адвокат бар. Ол кезде адвокат еді. Қазір Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты. Сол кісіге де шықтық. Жаңағы ол кісі жол ақысын төлесең болды, Нұржан, мен барып соны сендерге алып берейін, өйткені заңсыз тірлік болған кезінде 98 жылғы деген. Ал енді сөйтіп енді қой құрысынды ешкім соттатпай қоя, осы әйтеуір бір алда жаңағы нұр шашып, жаңағы осы былаяқ әперер деп үміттеніп, жыл сайын осы тірлікті көтеріп жүрдік. Ал енді Жанат аға айтпақшы, ол енді инвестиция келді, келмеді, оны қарамайтын еді негізі. Бұл енді адамның енді жақсылығын тірі кезінде айту керек. Талай әкімдерді көрдім, талай әкімдердің алдына бардым, бірақ осы Сәкеннің алдына барған кезде Сәкен мақұлды еді. Жаңағы өйткені ол алып мекемелердің тұрғанын емес ауданда. Адамның таза халық үшін ниеті, жұмыс істеймін деген. Сондықтан енді бірінші мен өзім Сәкен ініме рахмет айтқым келіп отыр. Осы халықтың, сіздердің, мен мысалы қалай қорықпай көтерем ол мәселе. Өйткені артында мынандай отырған қариялар болды. Осы кісілерге мен арқа сүйеп шығып жүрдім. Ал енді Сәкен інімізге үлкен рахмет айтамын. Осыны өзі зерделеп, мынау халық үшін деп жаңағы осы үлкен кісілерге шығып әперіп жатқанына. Ал енді нұр үстіне нұр болсын. Енді алдық, енді үміттенеміз, келесі жылы болсын, биыл болсын, біраз ақша бөліп, соның үшін мен Астанадағы стадионды көргенде өте риза боламын. Астанадағынан да күштілеп тұрып жаңағы стадионды істеуіміз керек. Сондықтан балалардың денсаулығы үшін қарияларымыз қазір жаяу жүреді, инфаркт алмайды күндегі азанда. Неге сол қарияларымыз соның ішіне барып, жаңағы тренировка жасамасқа. Сондықтан қарияларымыз үшін бәрі
ақшаны аямай сол жерде үлкен бір зәулім стадион орнатуымыз керек. Рахмет. Uşağım sol kalgan. Ben sonra kurasının. Aslında şey neye gelmedi sonra? Kadir dürüst. Bana zaman sürüp bana akşası gibi adamlar hep satıp algandan bana satıp bergenine rahmet. Bana iman degen aytısı batır üşürdü bir. Derigerin aytısı batır. Ay derigerin zanyarını kutbırtmayın ben bunu anday kılıp. O şeyde adam çakırıldı adam çok. Ana o tavdun arasına bat catat ben insan. Sonuçtan o savdanın iyi geçsin. Avdanın başı birev, halik tirev. Eğer sağın karşı çıkan erkekler olsa, sonun basın bugün yapırsa şabı görük. Buna Kıtay'a rahmet. Revenantep verin. Ayağında 3 son kalkan neslenin kaça milyon kalıp verin? 11 milyon. 11 milyon kalıp adam kömüre koyar mı? O savdanın geç asan çok kan. Keşke bir kömü çok kan. Keşke sızlık bayıp sokkan da savdan kalacak duranda. Sonunda buna şiasına rahmet. Buna ne der ki stadyonuna rahmet. O stadyon belen yıldan beri boştur. Onu kapıdagan men misal. Men hazır o savda жақсы bak, kim жақсы düşür. Nege özü bilmeyip misal. Nege buna geçsin sen özü bilmeyip. Nege ana poştan özü bilmeyip. Al sen de soğa salın gerek. Ana geçsin sen kim nasıl çekilmiş ki? 3 son kaldı. Herkesin konuşacak vermiş. İşinin var dalda. Ana poştanı kim aldı? 5 son kaldı, benim biri olmadı. Misal. Sonra vermiş. Sol duruştan misal. Alayım stadyonunu kesir 11 milyon katıp almadı. İyilikine jarak için. Bırak ben de seni Kuday şişet. Aklım kararlı Kuday şişet. Ya buna Kutay'a rahmet. Ama bırak Kutay'ı uçasak bitme. Allah stadyonun altı yerine mında bırakmet. Şapanın dişi o kadar taktırma. Kazaksın şapanı kiye yapar. Kazaksın şapanı yaklar kiyedir. Bakın ben. Anlatanlar. Больница мәселесі. Ол мага дейінді мен келгенде айтып жатырмын. Ол больница жабылмайды ешқашан. Жаппаймыз. Жабатын болсақ деп мен өзім айтамын, мына жабылады деп. Онда алып қашпай әңгімеге сенбеңіз. Ол біз оны наоборот ақша бөліп жатырмыз. Ол болса ақша сұрап жатырмыз. Котельнидің ішінің бәрін котельни жөндеп жатырмыз. Биыл қыруар қаржы қойып. Жаңа күрделі жөндеу істеп жатырмыз. Маңайлардың бәрі ақша қоямыз. Ол біздің жергілікті бюджеттен ақша бөлмейді оған. Асфальттауға неге. Оған облыстық дейді, жаңағы облыстағы денсаулық сақтау басқармасынан бөлінеді ақша. Сондықтан сәл қиындау болып отыр. Енді имам Ғабит ағамыз өз еркімен жазып берді деп түсіндік. Ол өз еркімен жазған мейлі қалай жазған. Өз еркімен жазған адамға ешкім не аламайды. Келе жатқан адам Қытай емес, осы Қазақстан азаматы, Сарсуын азаматы. Ол жұмыс істей алмаса, оны да көреміз. Осы облыс әкім аппаратынан бас инспектор болып келді. Облыс көлемінде жұмыс жасап жүрген азамат, білімі жеткілікті, стажы жеткілікті. Бұл кісі келгелі бері 2 күн болды ма, біраз іс-шаралардың жоспарын жасап, осы әлеуметтік салаға, оның ішіндегі денсаулық, білім, мәдениет салаларын, спорт салаларын ол кісі айналысады. 1 жылға жуық орны бос тұрды. Бұл кісіні облыс әкім аппаратынан осы неден комиссиядан ол кісіні дұрыс деп шешіп жіберді. Бұл кісінің де өз саясаты болады. Бұл кісіге де қолдау көрсетіңіздер, көмек беріңіздер. Елін сұрамай, руын сұрамай, өзіміздің қазақтың қара баласы, біздің мемлекет қызметкерлерінің ұстамыз сол біреу-ақ ауылда болды, бірақ біз қазақпыз деп бір жұмыс жасайық. Бұл кісінің жұмысына бата беріңіздер, қолдау көрсетіңіздер. Бұл кісі осы Сарысу ауданында қайтсем жақсы жұмыс жасаймын, қайтсем әлеуметтік саясатты түзетіп, әлеуметтік жағдайды жақсартуға келген азамат деп біз білеміз. Так, Сәкен мырза, мына біздің жайылма Тараз автобус 100% адамдар селкодан түсіп кетіп жатыр. Автосызға бірден бармайды. Базарға барсын, ел базарға барады. Автосызға бармайды. Осы сұра деп жатыр. Бүкіл байқадам еліңіз. Сіз сұрадыңыз, хат түсірдіңіз. Хатыңызды мен жол басқармасына жолдадым. Ол кісілер орындайды жаңа саяханың селкомен базарға жеткізу мәселесін. Мен оны өз атымнан хатыңызды қосып жатырып жібердім жол басқармасына. Оны реттейтін жол басқармасы. Ол шешім тауып қалады. Алматыста ауыл тұрғындары енді өзіңіз айттыңыз, жаңа басшымыз Жанат аға айтып жатыр. Мен енді мердігерлерге мынау сатып беріп жатқан
рахмет айтқым келеді сіздерге. Рамазан Нұрбекке, таяқ айындарға үлкен рахмет. Мынау ауыл, үлкен ауыл, біздің Байқадам ауылы Қарашайға кезінде әкімшілік орталық осы жерде болған. Мынау саясатқа байланысты жаңасы қосып тұр. Осы Қарашайға үлес қосып стадион жастарға алып бергендеріңізге біздің қариялар атынан, осы аудан тұрғындары атынан, жастардың атынан айта берсем рахмет. Артық болмайды. Істеріңіз алға баса берсін. Мынау жұмыстарға табыс тілеймін. Сізге де рахмет. Мергендер істеп отыр ғой қазақ сөзіне. Сол жерде КамАЗ, погрузчигі бар жігіттер бар. Солар бізде жұмысқа кіріссек, бізден алса дейді, сұраныс ол. Мүмкіндік болса, осыны еске алсаңыз, енді ауылдан азаматтар жұмысқа аламыз дедіңіз. Біздің ауылда КамАЗ деген жедел қоғада бар, неше түрлі погрузчиктер бар. Ал олар барса, олар басқа жақтан, мысалы Шымкент жақтан, Тараздан келіп жатыр. Енді олар мердігер, біз енді айта алмаймыз. Бізде сұраныс, біздің ауылдан да азаматтарды кіргізсеңіздер, ауылда жүрген енді осы Байқадам гүлденіп жатса, сіздерге де, бізге де жақсы. Еңбектеріңіз жарсын. Алла нұрын жаудырсын.